Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Көпшіліктің сұрауы бойынша, мына біздің Wellness Pro бальзамы бойынша көптеген сұрақтар түсіп жатыр. Соның ішінде ең көп сұрақ түсіп жатқаны геморройды қалай қолданамыз, жаңағыда қанша күн қолданамыз, әсері бола ма деген сұрақтар түсіп жатыр. Біріншіден, мен жаңағыдай бірінші сұраққа жауап берейін. Қалай қанша күн қолданамыз? Геморройдың 4 стадиясы болады. Сол 4 стадиясының бірінші, екінші стадиясы болса, ол деген жаңағы геморройдағы шишка болады. Ол шишка ішінде болып мазалайды. Далаға шыққан кезде ауырсынады, или ауырсынбайды жағдайлар болады. Екіншісі, ол кезде уже жаңағы шишка сыртқа шығып, далаға шыққанда шығып кетіп мазалай бастайды. Ол бірінші, екінші стадиясы болады. Жаңағы бірінші, екінші стадиясында курс лечениясы 10 күннен 15 күннен арасында. Ал енді үшінші, төртінші стадияға келген кезде, ол кезде уже асқынған кезде трещина деген пайда болады. Ол кезде уже после дефекации қан пайда болады, өздігімен пайда болады қан, сондай симптомдары пайда болады. Ал төртінші стадиясында ол кезде уже жаңа трещина пайда болып емделмеген кезде, төртінші стадиясында ол уже бізде парапроктит деген осложнение болады. То есть жаңағы трещинаға инфекция түскен кезде оған воспаление болып шайдың қан деген қосылады. Ол өте қиын жағдай. Сонымен енді мен сіздерге біріншіден қалай қолдану керек көрсетейін. Геморрой кезінде қалай қолданылады? Біріншіден мынандай 5 мл шприц аласыздар. Жаңағы шприцті алып, инесін алып тастайсыздар. Инесі бізге қажет емес. Оны аласыздар да, тағы условиясы мынаны шайқау керек. Істетер алдында обязательно шайқаймыз. Шайқап болғаннан кейін жаңағыдай шприцқа, мына шприцқа былай салып набирать етеміз. Шприцқа 5 мл жинап болған соң, жаңағыдай мынандай резиновый катетер. Бұл бұнда вечером кешке жатар алдында, немесе күндіз, енді жатар алдында деп айтатыным, оның кішігірім иісі бар. Соған кешке жатар алдында жаңағыдай кіші дәретке шығатынға қойып, сыртынан жаңағы прокладка қойып жатасыздар. Әсері өте керемет. 2-3 күнде уже результат көре бастайсыздар. Бұл мен берген ақпарат көп адамға жаңағыдай көмегін береді. Егерде мүмкіндігіңіз болса, осы ақпаратпен бөліссеңіз, сіз де көп осындай емін табылмай жүрген адамдарға көмектеріңізді бересіз. Мені тыңдағандарыңызға рахмет.